Әртүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Арман қияса барады, достар бізді шақырады. Қоңыраулы қаланың көлдіргі тұрғындары шақырады сіздерді қоңыраулар еліне. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады достықпен көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады сіздерді көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қала. Бас аспаз. Сәлем, Маня. Мына керемет иісі мұрнымды жарып барады. Маған тездет дәмді ас берші, жылдан болсаңшы, қане. Қайда асық барасың? Бір мәселені тездет шешуім керек. Панкрат болса маған әлгі не дейді, қалай еді? Қысқасы, дәмді тамақ жеген соң жақсы ой келеді. Иә, солай. Иә. Содан не туралы ойланбақсың? Мынау не? Балықтың тұзығы әзірше дайын болған жоқ. Айтпақшы, дәмін көр деп сені ешкім шақырған жоқ. Бәріне бұрын тәртіп болу керек. Тәртіп болмаса ше, сонда қайтесің? Ондай жағдайда бір шара бар. Оқтым, түсінікті. Жарайды, сенен аяғанды итшесін. Рахмет, не деген ақ көңіл едің. Манюня, маған кәмпит берсең, міндетті түрде сенімен бөлсемін. Кәмпит бермесем ше? Онда бөлсетін түк те болмайды. Түсінікті. Сонымен не туралы ойланам деп жатыр едің? Енді ойлана бастадым. Немен айналсам екен, жалығып кеттім бәрінен. Өзіңе бір жұмыс тап. Мәселен, мен жұмыс істеймін, сондықтан жалығып ерігетін уақытым жоқ. О, дұрыс айтасың. Мен саған көмектесейін. Иә, көмектесем. Мұның не? Сенің барынан жоғың артық. Білдіргенді ғана білесің. Не деген керемет. Ұлпақар жауып тұрғандай. Керемет дейді. Бедакур, бұрынғы әдетіңді бастадың. Тап қазір шпараның ішіндегі салмасындай болып жатырсың. Үсті басың ұн. Дәл солай, тура таптың. Мен жан біткен сөйлейтін шпарамын. Тыңдашы, маған бір ой келді. Мені тоңазытқышқа отырғызшы. Үйіңе мейман келсе, тоңазытқышты ашып, бұл не дейсің? Сонда мен секіріп шығамын. Тапқан екенсің, сен тоңазытқышқа жақындасың. Бітті, аш қалдық дей бер. Бәрін жемей, өтірік айтсам, бедакур атым өшсін. Бәрін жесем, қарным жарылады ғой. Сен шамаңды білмейді екенсің. Жақсы тамақ қалғанша жаман қарын жарылсын дегендей. Бәрін жалмап кетесің. Мынауың табылған ақыл екен. Суық ақыл ойды жақсы сергітеді дейді. Бірақ біреулердің сергітетпей ақыл ой аздау. Суықтан тіпті ойлана алмай қалар. Сәлем, Анюня. Сәлем, Котя. Мынау не? Бірі не өзі? Мынау шаңғалдық қой. Бедакур біраз тоңазытқышта отырам деп шешті. Несі бар? Мен аздап үйді жинастыра білгердім. Қой, үсі теке десем, қыша болып шықты ғой. Қышаны көрінетін жерге қоям екен. Қозы қарныма оба болды. Қышаң ішімді удай аштып жіберді. Олай болса рұқсатсыз еш нәрсеге тиіспе. Қайдағы қой сүт, қайдағы қышаны айт кеттіңдер. Манюне сұхбат алып суретке түсірем деп едім ғой. Ұмыттың ба? Ертең газеттің бірінші бетіне Манюне қаламыздың бас аспазшысы деп басып шығарамыз. Бәлі жыты қайтемін. Сонда сөз қылып, оны кез келген жан әзірлей алады ғой. Мәселен, мен әзірлей алам. Дұрыс айтады. Жүрші енді өтінемін. Жүрші. Жарайды. Қағазда жазылғанда ірімшік пен пияз қосылған бәліш жасайсың. Міне, мұнда жазылған. Мұқият бол, шатастырып алма. Айтсам болды, мені білесің ғой. Білген соң ескертіп жатырмын. Мен аспазбын, ұлы аспазбын. Ас бөлменің иесі, қазан ошақтың билеушісі, ыдыс-аяқтың патшасы, бас аспаз педакурмын дәл солай. Не істеу керек еді? Қамыр илеу. Иә, солда сөз болып па, оп-оңай, міне. Жібер, босат. Солай ма? Қапсені ме? Көрсетейін саған.
Ас әзірлеу деген оңай шаруа емес екен. Ішім айналып кетті ғой. Қазір сенеме. Қолға түстің бе? Тамақты Манюняның өзі әзірлесін. Мен қолынан келетін іспен айналсайын. Аяз би, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп бекер айтпаған екен. Жазамыз. Неден бастарымды да білмеймін. Оқырмандарымыз басаспаздың басты ережелерін білгісі келеді. Басаспаз немі бәрін бақылап тұру керек. Сәлем, Манюнь. Өй, сен Манюня емессің ғой. Не болды? Ол маған аманат етіп кеткен. Көрдің бе? Бәліш әзірлеп жатырмын. Әзірлей аласың ба? Манюня маған бәліш әзірле деп сеніп тапсырып кетсе, демек әзірлей алам. Мәссаған, керемет қандай бәліш әзірлеп жатырсың? Көріп тұрған жоқсың ба? Ет қосқан бәліш. О, менің сүйіктасым. Көмектесейін бе? Манюня бұл шаруаны маған ғана сеніп тапсырып кетті. Дегенің болсын, көмектесе ғой. Алдымен тосаптың шаруасын бітірейін. Шама шарқыңды біл, соны ойдан шығарма. Аз нәрсені қанағат ет. Басаспас барынша сабырлы болуға тиіс. Басты ұстанымы сабырлылық пен сергектік. Ал, қалай? Болады. Мына түріңмен менің арқамда тамақ әзірлеуді үйреніп кетесің. Енді пешке саламын. Жоқ. Өзім салам, Панкратжан. Сен бара бер. 1 сағаттан соң кел. Дәмін қашан көреді? Манюня қайда? Котяға сұхбат беріп отыр. Маған бәліш пісіруді сеніп тапсырып кетті. Көрдің бе? Көмектесесің бе? Әрине. Олай болса кел, үстелдің үстінде әзірлеу әдісі бар. Тағы бір айта кететін жайт, азық-түлікті турау әдісі. Ол зергерлік өнермен пара-пар. Сәбізді жіптей, орам жапырақты шашақтай етіп, жіңішке етіп турау керек. Ас бөлмесі айнадай жарқырап, таза болуға тиіс. Біздің кәсібімізде ең басты нәрсе ұқыптылық. Мұқият болып, азық-түліктің ең тәуірін таңдау керек. Ең бастысы, салауатты өмір салтын ұстану керек. Қант, кәмпит, шоколад аздап қосу керек. Нағыз аспаз оны ойдан шығармайды. Пешке салатын уақыт болды ау деймін. Пешті тағы ыстайын. Тездетіп піссін. Қане көрейік. Я. Әлі ұзақ па? Сүрдік. Көптен көп рахмет саған, Манюнь. Жақсы болды, тезірек қайтуым керек. Әлденеге алаңдап мазам болмай тұр. Бәлеш. Алаңдап тұрғанды қараш. Көрдің бе, бәрі ойдағыдай. Бедапқыр айтса, сөзінде тұрады. Не қосып әзірледің? Ет қосылған. Жоға алма қосқан. Орам жапырақты қосқан сияқты. Шоколадта қосыпты. Мәссаған бәрін қоса салғансың ба? Несі бар? Бөлек-бөлек бәліш әзірлеп жүргеннен көрі біреуін жасай салдым. Біле білсең, бұл бәліштің әзірлеу әдісін мен ғана білем. Бас аспаз, педапурдың әдісі. Бірінші кім тәмін көреді? Менің бір тық шаруам бар екен ғой, ұмытып барады екен. Мен үйдегі электрарын өшірмей кеттім. Негізі аш емеспін, рас айтам. Ақыры бәрі тоқ екен. Дәмді бәліш әзірлейтін уақытым бар екен. Маған көмектесем дейтіндерің бар ма? Мен данышпамын. Дәмдісін ай. Не деген дәмді ас. Манюня, еңбектенгенім үшін маған сый сияпат бересің ғой. Сый сияпатты алдың ғой. Иә, Бедакурдың ас әзірлеуде құпиясыры болған бәрімізге де жақсы болды. Аш қалсаң қалатын шығарсың, бірақ ішің пысып жалықпайсың. Ол рас. Жарықты кім өшірді? Ей, бас болған түрінен болайын.
Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл.